Армысыздар неге каналын тамашалаушылар. Келесі әңгіме сіздердің назарларыңызға ұсынылатын болады. Аталған әңгіменің тақырыбы адамдардың өткен шаққа, я болмаса болашаққа оралу жағдайлар туралы болмақ. Адам өткен шаққа оралуы мүмкін бе, немесе болашаққа барғандар бар ма? Я болмаса ол жайлы ақпараттар шындыққа жанаса ма? Міне, бұл сауал әлі күнге дейін көптің көңілінде жүр. Адам біздің заманымыздан бірнеше ғасыр бұрынғы өмірге сапар шеге алады ма? Немесе біз тіпті әлі көзімізге елестете де алмайтын болашақтағы қаланың ортасынан топ ете түсу мүмкін бе? Ол арасын өзіңіз елеп екшеп аларсыз. Ал біз көпшіліктің олай ойлауына себеп болған мына бір фотосуреттерді сіздердің назарларыңызға ұсынғанды жөн көрдік. 1943 жылы, яғни Екінші дүниежүзілік соғысы кезінде Исландияда түсірілген мына суретке қарасақ, кәдімгі жұмысшы. Бірақ сіз оның қолына анықтап қарасаңыз, біздің заманымыздағы смартфонды байқауға болады. Ал ол кезде мұндай затқа сәйкес келуі ықтимал зат тек радио мен патефон ғана болатын. Оның өзінде көлемі сәйкес келмесі анық. Келесі бір таң қаларлық жайт ол Джон Тайтер есімді азамат. Джон Тайтердің сөзінің айтуынша, ол 2001 жылы біздің заманымызға уақыт аралығын кезетін жолаушы ретінде келдім деп сендіруге тырысады. Ол өзінің айтуынша біздің заманымызға 2036 жылдан келген. Оның болашақтан өткен шаққа оралуының басты мақсаты 1975 жылы шығарылған компьютерді іздеп тауып алып кетуге келген. Себебі сол ескі компьютердің ішінде сонау болашаққа, яғни 2038 жылға арнап шығарылатын компьютерге қажетті ақпарат бар деп көпшілікті сендіруге тырысады. Ол неше рет өзі іздеген ескі компьютерді тапқанымен өзімен бірге алып кетпек болғанда үнемі бір нәрсенің кедергі болып тапқан ескі компьютерінен айырылып қала беретіндігін жеткізген. Одан болашақ туралы сұрағандарға Нью-Йорктағы егіз башня ғимараттарының қирауы, Американың таяу шығыс елдерінің бірнешеуімен қырғи қабақ болып, оның соғысқа ұласатындығын, жанар-жағар майдың қымбаттауы секілді оқиғаларды дәл болжаған. Дегенмен, Джон 2001 жылы өзі іздеген затын, яғни 1975 жылы шығарылған ескі компьютерді табуы себепті өзінің өткен шақпен болашаққа сапар шегетін құрылғысына отырып ізім қайым жоғалған. Иә, ғаламторды ашсаңыз мұндай оқиғалар әлі күнге өте көптеп кездеседі. Тіпті мұның қаншалықты шындыққа жанасатындығын зерттемек болған ЦРУ, яғни орталық барлау басқармасы Пегас жобасында жасап, аталған жайтты зерттемекте болады. Бірақ әлі күнге нақты жауап беруге асығар емес. Ал сіз бұған не дейсіз, қадірменді көрермен? Ойыңызды комментарийға жазып қалдырады деген сенімдемін. Ең бастысы подписаться етуді ұмытпайық.